Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай корей бао булочкаларының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жылы сүт, су, ашытқы, тұз, өсімдік майы және ұн қажет болады. Барлығын араластырып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қанша мөлшерде қосатынын төменде описание бөліміне жазып кеттім. Негізінен осыған ұқсас тағамды корейский кухняда тамақтанғанда көріп жүрген боларсыз. Біз сол тағамның үйде қарапайым түрін жасайтын боламыз, яғни қолжетімді заттармен. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай, буға пісетін, өте жеңіл, дәмді салмасымен бірге қосып жейтін, өте дәмді тағам болып есептеледі. Осылай жұмсақ етіп қамыр илеп алдық. Бетін жауып, жылы жерге кемінде 1 сағатқа қоямыз. Менде 1 сағат өтті. Осындай қамырымыз 3 есеге дейін көтеріліп, әдемі болып ашыды. Енді қамырымызды осылай дөңгелек етіп жайып, дөңгелек формасымен осылай кесіп аламыз. Ортасына міндетті түрде осындай өсімдік майын жағып қоя береміз. Барлығын болғаннан кейін кәдімгі мантоваркаға салып, кемінде 20 минутқа көтеріп қоямыз. Бұл міндетті. Мінекей осылай салып қойдым. Енді бұны 20 минутқа қалдырамын. Осылай көтеріліп, әрі қарай астына ыстық су құйып 40 минутқа буға пісіруге жібереміз. Әдемі болып шықты. Енді ішіндегі салмасын жасауға кірісеміз. Ол үшін етті алдын ала қуырып аламыз. Осындай салым қойып турасаңыздар да болады. Қуырып, үстіне су құйып, бұқтырып, жұмсақ етіп алсаңыздар да болады. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қосып, осылай қуырып алдым. Енді үстіне өзіңіз қалауыңызша осындай көкөністер қоссаңыз болады. Дәм ерекше әдемі болады. Осындай қызанақ, болгар бұрышы, сәбіз, дәмдеуіштер қосып, негізі бізде качуян корейский ащы дәмдеуіш қосуымыз керек еді. Бірақ ол болмағандықтан осындай қызанақ пастасын қостым. Және соя соусы. Осылай 10-15 минут пісіріп аламыз. Қырық минуттай пісірдім. Міне біздің булочкаларымыз да дайын. Арасына салмасын салып жей береміз. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіз. Сізге ұнайтыны сөзсіз. Каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.